Ақаш апта бойы дел сал әрі-сәрі күйде жүрді. Мұндай халге өзін түсірген әйелінің бе, әлде қымбаттың ба, қайсысының қылығы екенін ол әуелгіде анық біле алмаған. Күн өткен сайын қымбатты жиі ойлай бастағанын көп ұзамай өзі де байқады. 45-ке келгенде мұным не, ғашықтық па, жындылық па дейді таңданып. Оны қымбаттың ақылды сөзі, айтқан пікірі мазаламайды. Аймалап құшақтағаны, қимылдың тәттілігіне ыңырси сүйсінгені елестеп, әйелдің алақаны тиген, саусақ ұстаған жерлері тағы сол сәтті аңсайды. Құмарлық дегеннің қиын сезім екенін қалайша бұрын білмей келгеніне қайран. Бұл сірә ақылға билейтін сезім емес. Ақыры қымбатқа телефон соқты. Еркек алды. Үндемей қоя салды. Құдашасының түк болмағандай күйеуіне қайта бірге барып тұрып жатқанына көз жетті. 10 жыл өмірім алданышпен өтті деп өкінгені қайда? Өтірік болғаны ма? Әлде күйеуімен өкпелесіп қалған әйелдің ашынған кездегі ашу сөзі ме? Бәлкім күйеуін балалары үшін кешірді ме екен деп ойлады ойы сансаққа жүгіріп. Ертесі кешкілік тағы телефон соқты. Қымбат көтерді. Еркін сөйлесуге қауіп барын аңғартты. Қалайсыңдар? Ауылдан ешкім хабарласпады ма? Деді. Ауылдас біреумен сөйлесіп тұрғасын Ақаш түсіне қойды. Осымен біттік пе, жоқ тағы да жолығамыз ба? Қол тиме кетті. Ертең үйіңе өзім апарып беремін. Ертесі түске таман Ақашқа қымбат өз телефон соқты. Тілегіне жетіп, тояттаған еркек енді мені іздей қоймас деп ойлап едім, қалайша хабарласа қалдыңыз, деді салған жерден. Көп күн ызалы, ашулы жүрген Ақаштың аузына айбынды сөздің бірі де түспеді. Қалайсың, қайдан соғып тұрсың, деді сасқалақтап. Мен бір үйде оңаша отырмын, иелері бала шағасымен ауылға кеткен, келе аласыз ба? Ашу-ыза, өкпе, наз дегенді табанасты ұмытып, Ақаш үстелдің үстін апыл-ғыпыл жинай салып жүгірді. Өзінің қатын бала шағасы бола тұрып, бөтен әйелмен байланыс жасайтын еркектер жайында Ақашта әз әңгіме естімеген. Осындайларды біреу нағыз еркек деп мақтайды, біреу ұрлықшыға балап даттайды. Ал Ақаштың ойынша мақтау мен даттау әділ баға емес, адамды мұндайға итермелейтін табиғи қажеттілік. Қажеттілікті сөгу табиғаттың өзін кінәлаумен барабар. Мәселен, тоймаған адамды тағы тамақ жеген үшін неге біреу мақтап, неге біреу даттауға тиіс? Аш жүрген адамды аяйсың ғой қайта. Сол сияқты жыныстық қанағат та еркек пен әйелдің өзіндік мұқтажы. Сен неге барыңмен базар болып отыра бермейсің? Неге үнемі өзіңе рахат жағдайды аңсайсың деп оларды қалай жазғырасың? Тек әрине ар-ұяттан аттап кетуге болмайды. Өйткені ар-ұят та табиғи қажеттілік. Қымбатқа жеткенше Ақаш өзін ақтайтын осы текті талай тұжырым жасап үлгерді. Өз күйеуінен толық қанағат таппаған соң сырттан қажетін іздеген үшін қымбат жазық демес деп түйді. Отбасын сөйтіп аман сақтағаны оның да өзінше амал айласы. Осындай ойға келген соң заңды әрекетпен айналысып жатқан адамша қымбатты алаңсыз, армансыз ұзақ аймалап құшты. Түсауа жұмысыма қайта оралам деп болжаған Ақаш үйіне қас қарая зорға қайтты. Тұрайық, нөмірге жіберетін дүниелерді бүгіннен қалдырмай қарап беруім керек деп 2-3 рет қомпаңдап көрді де, газет бір саған қарап қалса да, ертең ақыр заман болса да, қойшы деді қымбат құшағынан шыға алмай. Бұйырған да сол, еркелеген де сол. Әйелдің үйтіп өзіне ынтыққаны Ақашқа әрі ұнады. Ертең редакторға не деп өтірік айтатынын ойлап, әрі үрейленді. Бүйте берсе бір күні бедел абыройдан жұрдай болатыны сөзсізді. Қымбатпен жасырын жолығу біраздан кейін Ақаштың ең міндетті жұмысының біріне айналды. Қай күні, қай кезде, қай жерде жолығатындарын күні бұрын келісіп, барлық жағдайды соған алдын ала аңғайлап, екеуі екі жақты қам-қарекет қылып әбігерленеді. Бөтен көзбен өсек сөзден бірігіп қашу, біріне бірін ынтықтырып, жақындастыра түсетін тәрізді. Әрбір сәтте жолығыс сенім қосып, қанағаттандырып тастайды. Араласқан сайын қымбаттың қылығы да ашылып, аймалау мен сипалаудың
алуан татты түрін туындатты. Буылығып келген таланттың көзі бұрқ-сарқ алайтын ашылып кеткендей. Адам шіркіннің ақыл ойымен мінез құлқында ғана емес, тәнде де туа біткен 200-лік бар секілді. Басқаны татып, бөтенді байқап көруге ол да ерекше ынтық. Апырмай, ұрлығым ашылып қалса масқарау деп Ақаш іштей, үрейдей үрейленеді. Алайда қымбаттың құшағында інін үңгірден жыланша қыбыр-жыбыр болып жатқанда қатты құмартады. Қой, бір бәлеге ұшырамай тұрғанда тоқтайын деуге әлі келмейді. Әлдене жіпсіз байлап жібермей тарта да тұрады. Өмірдің қызығын көруде күнә емес пе? Не де болса тәуекел деп бәріне қолды бірақ сілтейді. Сөйткеннің өзі еркекке тән ерлік екеніне бір түрлі сенімді. Ол сенімділігін өз қатарларының сыр қылып айтқан сөздері, осы тіршілігінде еркек әйелден естіген әңгімелері, көргені мен білгені бәрі бекіте түседі. Ойлап қараса, барлық еркектің бұл жолға азды көпті түспегені барлық заманда да некен саяқ. Соған қарағанда жаратылыстың өзі сондайға бейім. О заман мен бұ заманда күнәсіз пенде өте сирек. Пенде болу, өмір сүру дегеннің өзі ең әуелі күнәға бату шығар. Кім біледі? Күнәсізді періште деп адам санатына қоспай сөйлетініміз содан болар бәлкім. Жазғы тұрым қымбат құшақтасып жатып Ақашқа күтпеген жаңалық айтты. Жүкті болып қалыпты. Естігенде еш шығып, қашан, кімнен деп шошып кетті. Тіпті даусы еркінен түс үрейлі шығып кетті. Кімнен болушы еді? Мен осы күні күйеуімді қасыма жолатпаймын. Ақаш не істерін, не дерін білмеді. Арақатынастың аяғы мұндайға соғарын тек ойламапты. Бірақ әйтеуір көңіл түкпірінде қылаң берген алғашқы сезім күдік еді. Баланың менен екенін қымбат қалай дәлелдейді. Бір үйде қасында жатқан күйеуін жалатқам жоқ дегеніне қайтып сенеді. Қойшы сенде, адам сенбейтін ертекті айта береді екенсің. Қойыңда жатқан өз күйеуің өз әйеліне қолын жүгіртпей тыныш жата береді екен, тегі. Онда несіне күйеу болып жүр? Сіздің сенбейтініңізді білгем. Европаның еркегі сенсе сенетін шығар. Қазірше әйтеуір бірде-бір қазақ сенің оныңа сене қоймайды. Сөздің шынына келсек, солай екеніне сенің өзіңнің де сенімің шамалы шығар. Мен анық сенем. Сенсең айта қойшы, қай күні сонда? Ана бір үйде бардық қой, сол күні. Оны қалай білдің? Білдім, өне бойым сонда ерекше балқыған. Ол есіңде болсын, балқыған балқымағанға байланысты емес. Дәрігерге бар, тексерт. Сіз немене, басыма бәле болады деп қорқасыз ба одан? Қорықпай-ақ қойыңыз. Мәселе қорыққан қорықпағанда мекен? Енді не де? Ақаш жауап қатпай-ақ ұзақ үнсіз қалды. Сол екі арада араларынан қара мысық жүгіріп өткен сықылданды. Бірақ сыр бермей ауырлау айтып қойдым ба деп ыңғайсызданып көңіл аулай сөйледі. Жарайды деді, қымбатты құшағына тарта күліп. Сен кімдікі десең, бала соныкі болады. Баланың шын әкесін шеше ғана біледі, дейді қазақ. Мен де соған қосылам. Айтар сөз айтылған соң, енді мәймен көлең аяқ қойыңыз. Жұлқынып теріс қарап жатты. Ақаш арасынан сипап, тақала келіп, тағы да құшақтады. Екі әйелі бар, мен сияқты еркекпен, екі күйеуі бар, сен сияқты әйелдің арасында. Мұндай күдік болуға тиісті ғой қымбат. Менің 3 қызым бар. Ұл туып бермек ойың болса, оған қарсылығым жоқ. Жібей қоймағаны мен жібі босап, қымбат жиі алқына бастады. Енді сөзді соза берудің артық екенін аңғарып, Ақаш алақанымен аяғына ерік беріп, кеудесімен жүзіп, әйелдің төсіне қарай өңмеңдей өрлеп бара жатты. Өкпелесер сәттен өстіп, аман есен өтіп кетті. Мамырдың аяғына таман Ақаш іссапармен Ташкенге жол шекті. Бір топ газетшінің ішінде жағдайы жаман болмады. Дегенмен ел жата, баласын емізетін кезі есіне түскен әйелше елегізіп, қымбатты ойлай бергенде айналды. Ақыры болмаған соң, кештетіңкіреп Алматыға телефон соқты. Әлден уақыттан кейін ғана күйеуі көтерді. Бұл Ташкен ғой, деді Ақаш, бірден батыл орысшалап. Қымбатты бола ма екен? Кім шақырады? Асмат Кадиров. Өзбек деуге келетіндей ауызға түскен атты осылай айтты.
Ар жақтағы адам үнсіз қалды. Сірә қымбатты шақырып келуге кеткен болар деп шамалады. Бір кезде телефон лып етіп үзіліп кетті. Не тұтқаны күйеу қоя салды, не техникалық кінәраттан өз-өзінен ажырап кетті. Солай тынғаны да дұрыс болған секілді. Әйтпесе бір пәлеге арандап қалар ма еді, кім біледі. Әйеліне айдаладағы Ташкеннен бөтен еркек телефон соғып жатса, қандай адам оған қуана қойсын. Қате болды. Бөрік кигеннің намысы бір, еркекті өйтіп қорламауы керек еді. Бекер-ақ телефон соқты. Бүлдіріп алдым-ау деген күдікпен Ташкеннен беймезалау оралды. Түске таман хабарласып байқармын деп отырғанда қымбат алдын орап өзі сөйлесті. Сіз жоқ болсаңыз, бүкіл Алматы қаңырап, бос қалатын сияқтанды. Мына 7 күн маған жылға татыды. Түстен кейін алып кетіңізші бір жаққа. Әйелдің өстіп, ынтық сөйлегенін сүйетін, сүйегінен балқытып жібергенін сезді. Шеттеу қонақ үйдің бірінен жалынып жүріп, бір бөлме зорға жалдады. Күйеуінің қасынан шыққан әйелді емес, қымбат бөлмеге кірер-кірместен бас салды. Мені анық еткен, әйел қылғанда сізсіз. Сізге дейін әйел болып, әйелдің қалай бой ағытатынын білген емеспін. Шын күйеуім өзіңсің, деді бауырына кіруге көпе көрінеу асығып. Әйелдің жетегіне ергені ыңғайсыздау көрінгенмен, оның мақтанғаны мен ынтыққаны бойын ыстық буша шарпыды. Төсекке бастары тиген соң яттан ұстам кетіп, бары қимыл құмарлықтың билігіне көшті. Кенет Ақаштың есіне әйелдің жүкті екені түсіп, төсіне кілт құлай кетті. Тоқтамашы, деді қымбат үздіге жалынып. Балаға зиян ғой, қатты болмайтын шығар. Еш зиян жоқ, қорықпай-ақ қой, алдырып тастағам. Неге? Ешкімге керек жоқ баланы туып, жын па? Сол үшін өзін күңгірттеу болса да кінәл сезініп, Ақаш сасқанынан әйелді құшақтай етпеттеді. Бірақ екеуінің ендігі әрекеті үйлеспеді. Әйел мұны кеудесінен итеріп тастап, жалма-жан атып тұрып, жұлқынып, киіне бастады. Қымбат, қойсаңшы, адамша жөндеп сөйлесейік те. Айуанша болмаса, адамша сөйлесуге менің мәдениетім жетпейді. Өз теңізді тауып алып сөйлесіңіз. Тоқтай тұршы, мыналар жынды шығар, жарты сағатқа отырмаған соң бөлмейін несіне алды дейді ғой мына есіктің алдында отырған әйел. Бірге шығайықшы тым құрыса. Сізге біткен әйелдің бәрі жынды болатынын білмеуші едіңіз? Долдана жалт қарады да есікті итеріп ашып, лақтыра сілкіп, сарт еткізіп жапты. Сол еткен сілкініс Ақаштың бетіне тиген шапалақтай әсер етті. Сөзі де, қылығы да миына найза қадалғандай тітіркендірді. Тәп-тәтті сүп-сүйкімді әйел көз алдында өзгеріп, зәр төкті. Анадай ашты сөз аузынан шыққан адамға кісі сыйлайтындай қасиет болады дегенге илану қиын. Кім де болса өзінің шынайы бетін өстіп ашуланғанда, әлде кімнен жәбірленгенде көрсетуге тиіс. Қалыпты жағдайда адамның бәрі ақылды, бәрі мәдениетті. Оларды сынайтын сәт осындай кез. Кетпесең одан әрі, деді артынан киіп. Басың алтын болса да, енді көрмегенім сен бол. Асықпай киініп жатып, қымбаттың әлгі қылығына таңданыстан басын әлденеше шайқады. 3 перзент туып берген заңды әйелінен өзін артық санағаны ма? Мына қылығы не болғаны? Несін беш-кеш қылып, несіне бұлданады сонда? Басқасын кешсе де, әйелін жынды дегенді кесе қоймас, осыншалық бейпіл ауыз әйел деп кім ойлаған? Ол өйтіп бүліне қалатындай бұл не айтты? Өліп өшіп бөлмеге кіргенін ақ бассаулы өзі өреп еді. Арасында жарты сағат өтпей жатып ақ өзгеріп сала берді. Не сөзінде, не қылығында бәтуа жоқ, қылт етіп құбыла қалатыны қандай қорқынышты. Долы болғанда да бейшара долы екен. Неғұрлым ащы айтқан сайын айызғанатын секілденеді. Бұдан зорғысын көрмей тұрғанда, бұл әйелден осы сыйымен құтылғаны абырой шығар. Әдетінше ыңғайланып өлең айтып, Ақаш үйіне асықпай жаяу қайтты. Қымбатты іздемеуге Ақаштың жаны да тәні де тұп-тура 20 күнге шыдады. 21-ші күні жай әншейін бар жоғын білу үшін жұмысына телефон соқты. Қасында отыратын келіншек көтерді. Қымбат 3 күн бұрын демалыс алып, ауылына кетіпті. Соны естігенде ішінде әлдене селк ете қалғандай көрінді. Демек, бір жола кетуге оның да бекінгені ғой. Сонда тегі, оның айтқан бірде-бір сөзіне сенуге болмай ма?
Сіз жоқ болсаңыз бүкіл Алматы қаңырап бос қалған сияқтанады дегені қайда? Алдау үшін, арбау үшін ғана айтқаны ма? Дәулетінен бөліп беретін бай емес, қызметінен қошемет көрсететін бастық емес, мұны не үшін арбайды? Тек төсектегі тәтті қызығы үшін бе? Соның сірә күйеуінен тоят таппаған да өтірік, ақталу үшін айта салғаны шығар. Онда оның кім болғаны? Әй, соның бөгіп жүрген басқа бір сыры бар-ау. Әлде әншейін өсекке бола күйеуінен кек қайтармақ болғаны ма? Көзіне шөп салғаны шын болса, күйеуі онда өз әйеліне істей алмағанды істеп, басқаның бабын қалай тауып жүр? Мүмкін емес. Ендеше не көңілдесі бар дегені, не тоят таптырмайды дегені, екеуінің бірі өтірік. Олай болса қымбат, өтірікке ебі бар әйел. Өтірікші ме, қу ма, қалайда әйтеуір төсектегі тәттілігі тым өзгеше. Оны мойындамау обал. Шал қалай құшып, етпеттей құшқызып, әр қимылынан нәр жұтады. Бүкіл денесі емініп тұрған аңсары толы. Бал жиып жатқан арадай, бүкіл қимылы бір тәттіден бір тәттіге шомылдырады. Сорғалай сүйіп, талмаурай сүйсініп, ауа мен нәр сәл жетпей жұтынғанын керемет. Бәрін көрмей, бәрін естімей, барлық дүниені барынша ұмытып, денесін тек құмарлық биінің ырқымен құбылта ырғайды. Айрықша ықыластың ыңғайымен Ақаштың да таланты ашылып, қай жағдайдың қаншалықты тәтті екенін титтейдей емеурінен топшылай қояды. Сөйтіп қиял мен қимылдың үйлесімділігі төсектің үстін тап бір жұмаққа айналдырып жіберуші еді. Қымбаттың өзін іздемесе де, сол жұмақтың дәмін ұмыта қою қиын сияқты. Құшағы, тәні, ақылы бәр аңсайды. Сиқырлап тастағандай бір сұмдығы бар. Күн өткен сайын Ақаштың күйі өзгере берді. Табиғи тілек басқа тірлікті тұмандатып, өне бойын өзеуретіп, билеп барады. Егер қымбат келе қалғандай болса, төсек үшін татуласа салайыншы деген оймен үйіне телефон соқты. Қымбат жоқ, бұл кім екен? Деді күйеуі бірден күдіктеніп. Жұмысынан еді, дей салды. Жақын арада қымбаттан қайыр жоқ екенін білгені болды. Енді не істеу керек? Бойын құрсап, денесін буып, іштен бір күш сыртқа тепсінеді. Соның дүмпуінен бүкіл өне бойы көзі ашылмаған сыздауықша сыздайды. Бітпейтін азапқа Ақаш азар шыдайды. Бұрын бүлк етпей бәріне төзе беретін дене дәндеп қалғаннан күні түні сол үйреншікті күйді іздеп қинайды. Емін білгендіктен емделмей жата алмады. Ақыры Ақаш кескісін аяңдап парк жаққа беттеді. Жүргенде жүрге міліне бермейді екен. 2 сағат аралап әйел тұрмақ, әңгімелесер еркек таппай түңіліп оралды. Әлем толы адамнан бір серік таппай сыңар қалғанына жабырқады. Үйіне тақала бергенде есіне кенет Гүлшара түсті. Ол да өстіп жалғыздықтың азабын татып жүрген шығар. Тағы бір бағын сынап көрсе қайтеді. Алдын ала телефон соқпай-ақ дүкеннен коньяк пен кәмпит оратып алды да, тәуекелдеп Гүлшаранікіне тіке тартты. Қас қараймай-ақ келіп жетті. Қоңырау басарда ептеп қобалжыды. Үйінде жоқ болып шықса, тіпті жақсы болар еді, деп ойлады. Басар қоңырауды басып қойған соң. Қанша тыңдаса да, есіктің арғы жағынан ешбір дыбыс ести алмады. Тағы басты. Тағы да тып-тыныш. Кете берейін деп кері бұрылғанда, үрейлі үнмен «Кім бұл?» дегенді құлағы шалды. Сірә есіктің түбіне кеп тыңдап тұрған болу керек. «Мен ғой Ақаш». Тақырлап, сықырлап, асықпай есік ұзақ ашылды. 2 құлпы бір шынжырдан босанғанша біраз уақыт өткен болу керек. «Адасып жүрсіз бе? Кіріңіз», деді Гүлшара, келу себебін қанша түсінейін десе де, түсіне алмай тұрғанын кір жиып түсірнен танытып. «Ескі танысты еске алып, аман есейіндігіңізді білейін деп келдім. Рахмет, жүріп жатырмыз. Қымбаттың жағдайы қалай? Көптен хабарласа алмай кеттім. Демалысқа шықпап па?» Келіншек қармақты бірден тастады. Қымбат екеуінің ара қатынасың маған белгілі дегенді аңғартқаны болар сірә. Ол кісінің өз тізгіні өзіне тигелі 1 айдан асты. Хабар алмаймыз. Әйел әрі қаузамады. Шамның күңіренгенін бе, жүдеу, жабырқаңқы көрінді. Ауру адамдай сүлесоқ, әйтеуір әңгімеге тарта беруден өз әдіс таппады. Құдай біледі, ұқтап жатқан жеріңнен оятып жібердім ау деймін, деді. Дәл таптыңыз, демалайын деп диванға қисайып едім.
көзім ілініп кетіпті. Әй, өзімде бір беймаз адаммын. Ұйқыңды бұзып, обалыңа қалғанымды қарашы. Еркек оятқан әйел қуанбай ма қайта? Қызықсыз. Ақаш оқыс басын көтеріп, әйелдің бетіне таң-таң қарады. Бұлай әзілдеу бұрынғы Гүлшараға мүлдем ұқсамайды. Неге таңдаңдыңыз деген адамша, әйел де бұған бажаң етіп бір қарады да, жымиып бетін теріс бұрып әкетті. Сірә жаңағы әзіліне ұялғаны болар. Әйткенмен әйелдің әлгі әзілі Ақашты емексіретіп қойды. Ойнап күлейін деген тілек ойында пісіп, соны орындаудың тек тетігін таба алмай жүрген тұсына тап келген сияқтанды. Әйел оятқанды қойып, әйелмен әңгімелесуге зармыз. Қуып басаң, қасыңда кішкене отырып қайтайын деп келдім. Сізді мен ешқашан қуып шыққан емеспін. Өзіңіз өз аяғыңызбен кеткенсіз. Ал ендеше, мұнысы тіпті айыптау ғой. Әйткенмен астары жақсы. Қалайда әйтеуір баяғысындай безініп тұрған жоқ. Жоқ жерден шошытып алмаса, бүгін сөздері жарасар-ау сірә. Бір-біріміздің жағдайымызды біле тұрып, бір-біріміздің жүрегімізді ауыртып алмайықшы. Қарттықтың босағасын қағып тұрған, әсіресе мен аяшы. Бөйтіп, қарттыққа сауға сұрасаңыз, тып-тыныш ұйықтап жатқан жерінен оятпауыңыз керек еді. Оятқан екенсіз, енді өз қолыңызбен ұйықтатып барып, бірақ кетесіз. Келістім, сені ұйықтатпай, бүгін бұл үйден шықпаймын. Мен әлі жұмыстан келгелі, ештеме ішкем жоқ. Сіз сәл теледидарға қарап отырыңыз. Мен жалқау әйелдің жылдам тамағы жұмыртқа қуырып жіберейін. Сәлден кейін қайта оралды да, өз коньягыңызды өзіңізге беретін болдым, деді, үстелге дастархан жайып. Үйде жаман шарап қана қалыпты. Ондайға сіз аузыңызды былғамайтын шығарсыз. Дұрыс, мен үшін де өзіңіз үшін де. Бәрін өстіп, бір өзің шеше берсеңші. Бүгін ғана ма ылғи ма? Мәңгі ештеңе жоқ. Дегенмен, көңіл аулаған өтірігіңізге де рахмет. Ақаш іштей таң қалды. Бұрынғысынан мүлде басқа ел сияқты. Дік сөйлейтін еді. Әзіл айтып, сөз қағыстырып, кәдімгідей кішіпейіл болып қалыпты. Жалғыздықтың жегі азабынан бұл дәбден шаршаған-ау, бәлкім. Осы үйдің еркегі құсап, коньякты Ақаш өзі құйды. Мен шарап ішпеймін дегеніне қарамай, көнбей, Гүлшараға да коньяктен ішкізді. Мен енді кеуге тие алмайтыныма анық көзім жетті. Қазір жесір әйелден жер беті аяқ алып жүргісіз. Еркекке әйел керегі жоқ, бұл не қылған заман екенін деп, өзінің неге өзгергенін Гүлшара әдейі түсіндіргендей болды. Есесіне, әйелге зар болып жүрген мен сияқты адамдар көп. Еркек әйелге, әйел еркекке керек болмаушы еді. Қазір әйелдің көбі еркекті сыйлағанды, еркекке бағынуды түсінетін бәле болды ғой. Сыйласқан, түсініскен жерде бағыну, бағындырудың, ойлаудың өзі ұят емес пе? Өмірдің тым саясаттанып кеткенінің кесірі ғой соның бәрі. Құрысын, келші, мына сенің менің сені түсініп, сыйлап, ұнатып өтуіміз үшін ішейікші. Орнан тұрып, Гүлшараның қасына келді де, өзі алдымен ішіп сап, ашқырғана ымдап, ашылған басу үшін менің де сені сүюім керек деген аңғартты. Ілесе ішіп қойған әйел қашқақтап бетін қолымен көлегейледі. Ербең деген екі қолын шап беріп құшақтай алды. Жарайды, бетімнен қана, деді Гүлшара басын шайқап. Мақұл, деді Ақаш. Әй-шай жоқ, ерінге жабысып. Бұлқынғанын қойғанша келіншектің құшағынан босатпады. Мұның есеп емес, деді. Сонан соң қайта өзіне тартып, енді зорлатпай, өз еркіңмен сүйгіз. Келіншек үндемей келісті. Алқына тулаған омырауына қарай Ақаштың аузы ентелей жөнелгенде жығылып кетердей тұла бойы дірілдеп кетті. Енді Ақаш батыл құшақтап, әйелді жатын бөлмеге қарай икемдеп әдейі шегіндірді. Оның ниетін Гүлшара әрине білді. Бірақ онша түсінбегенсіп, әлде байқамағансып, рықынан шықпады. Қымбатты Ақаш бұдан кейін де ұмыта алмады. Гүлшараның бет әдемілігі оныкінен артық болғанымен қылығы салқындау екен. Әлде алғашқы жолы ашыла алмады ма? Әйтеуір екі ойлы адамша әлденеге алаң болып жатқандай әсер қалдырды. Онша да ұнатпай, қарсыласуға да көңіл соқпай, еркексіп бара жатқан соң әншейін ырықсыз көне салды ма деп күдіктенді.
Сол ойынан бір түрлі ыңғайсызданды. Өз бағасын өзі кетіргендей қобалжыды. Көп жұмбақтың күрмеуін екінші кезекте шешпек еді. Гүлшара соны сезгендей, әдегеннен әдемі қылықпен қарсы алды. Өткен жолы аздап мас болып қалыппын. Көңіліңізден шыға алмаған. Кешіріңіз, бұдан кейін ішпей жақсы көрем, деді ұяла құшағына кіріп, бетін иығына басып тұрып. Ақашты сол қылық-ақ елжіретті. Ризалықпен арқасынан сипалап, бет аузын иіскелей сүйіп, мейірленіп аймалады. Көтеріп әкетейін бе, деді, қолын төмен соза еңкейтіп. Жоқ, өзім ақпарайын ағатай. Гүлшара бұл жолы бөлек мінез танытты. Әуелгеде аузына абайсыз түсіп кеткен секілдеді. Кейін қайталап айтып, ағатай дегенді әдет қылып, құлағына әбден құйып қойды. Батыра сөйлейтін әйелдің оңаша қылықты, мейлінше ұяң, барынша ізетті екеніне, көбіне бәрін үнсіз ақтаратынына қайран қалды. Бір дамылдаған сәт бауырына тартып, еркелете шашынан сипады. Бір-бірімізден білгіміз келгенді сұрамасақ, бір-біріміздің жағдайымызды жөндеп білмесек, онда бір-бірімізге немқұрайлы болғанымыз деп түсінемін. Солай ма? Сұрағыңыз келгенді сұрай беріңіз ағатай. Егер әлде бір себеппен жауап бергің келмесе, ренжімеймін. Сонда айтпай-ақ қой. Бірақ менің ылғи білгім келеді де тұратыны. Неге ажырастыңдар? Ең алдымен соны білгіңіз келетінін өзімде шамалағам. Бірақ қымбат айтқан шығар деп едім. Мен ағатай, ауылда тәрбие алған адаммын. Сондықтан сіздердің көзбен қарағанда кемшілігім көп. Намыстанбайтын жерде намыстанамын, ұялмайтын жерде ұяламын. Ең жаманы, өзім қорғай алмаймын. Қысқасы, өмірге бейімім жоқ бейшарамын. Ажырасқалы бері осыған көзім әбден жетті. Намыстану, ұялу, кемшілікке жататын өз басым бірінші рет естіп тұрмын. Кемшілік болатыны, менің намысым да, ұятым да бәр жалған ағатай. Өзімді қорғауға намыстанып, өзімді қорғаудан ұялып өскен адаммын. Күйеуім өте көрікті жігіт, әкесі де шешесі де үлкен қызметкер. Елдің қолы бір бөлмеде жетпей жүргенде, олар бізге осы 2 бөлмелі үйді қиналмай қалып берді. Бақытсыздығым сол, бала көтермедім. Күйеуім 1 жылдан кейін-ақ басқа келіншектермен қыдыра бастады. Білсем де білмекенсі дедім. Шынымды айтсам, қызғанады дегенмен намыстандым. Қымбат екеуміз қыз пиде бірге оқығанбыз. Аса дос болмасақ та аралас құралас жүрдік. Кейін күйеулеріміз де тіл табысып алды. Екеуі Ақсайдан қатарласып саяжай алды. Ақыры сол саяжай түбімізге жетті. Күдіктенді ме, жоқ кездейсоқ солай болды ма, білмеймін ағатай. Әйтеуір екеуі саяжайда 2 келіншекпен жатқанда қымбат үстілерінен түсіп қалыпты. Олар ілінісіп әлі жүр. Ал менің күйеуім өзі де сондай бір сылтауды күтіп жүргендей 2 сөзге келместен ажырасып кетті. Мен тіпті жөндеп кінәлескемді жоқ. Кешір десе, кешіре салатын едім. Тап бір ол менің үстімнен түскендей тастады да кетті. 1 ай өтпей-ақ басқаға үйленіп алды. Шыныңды айтшы, керісінше сендердің үстілерінен күйеулерің түсіп қалмады ма? Неге олай дейсіз? Қымбат басқаша бірдеме деп беді? Сасып қалып, сөз тасығандай болмау үшін. Одан сұраған емеспін, дей салды. Бірақ тек қымбаттың бәрін түзетіңкіреп айтқанын іштей тіксінетін. Мен ағатай, сізден қатты өтінем, алдап кетпеңізші. Маған ештеңеңіздің керегі жоқ. Тек аптасына 10 күнде бір қатынасып тұрсаңыз жетеді. Ешкімге қажетсіз болып, жападан жалғыз қалғаннан сұмды қорқам. Телефон соғып, қал жағдай сұрап, үйт-бүйт деп анда-санда ұрсып қойсаңыз да мейлі. Әйтеуір жым-жылыс жоқ болып кетпеңізші. Сүйем десем өтірік болар. Ұнайсыз маған, ұнайсыз ағатай. Сен де ұнайсың. Сен қумасаң, мен кетпеймін енді. Бірақ бір күні жастау біреуге айырбастап жібересің ғой мені. Жоқ ағатай, айырбастамаймын. Сізден о баста айырылып қалғаныма кейін өкіндім. Енді айырылмаймын. Мен де айырылмаймын. Айырылмаймын деді Ақаш, әйелді алақанымен айбалап. Жаным ағатай. Келіншектің білегі мойнына орала кеткенде, қаңғып қалған балапанға пана болып, жетімек көңілін жұбатып жатқандай күй кешті. Мейірленіп мекіренді. 10 шақты күннен кейін қымбатты Ақаш іздемейтіндей күйге жетті. Гүлшара ұмыттырып көңілінен ығыстыра бастады.
сөзі, ісі, қылығы, мейірі, Гүлшараның бүкіл тіршілігі шынайы, оның салмағы да, сүйкімі де сонда. Өзімсіреп бәрін сұрауға, бәрін сеніп айтуға болады. Серігің ақылдасың сияқты. Қуанса да сабырлы, қайғырса да сабырлы. Ағатайлағаны Ақашқа айрықша ұнамды. Бір әдеті, Гүлшара ылғи дастархан жайып қарсы алады. Келетінін ертерек айтса, дәмдеп тамақ жасап қояды. Әйеліңіз ауру ғой, ұялмаңыз. Қыздарыңызға жудыра алмайтын іш киімдеріңізді маған әкеп тастаңыз. Дос дұшпаныңыз бар, үсті басыңызды дұрыстап жүріңіз. Үтіктейтін, тігіп беретін киімдеріңіз болса, түкте қысылмаңыз. Әйеліңізге қалай айтатын едіңіз, маған да солай айта беріңіз деп өтінді. Ақаштың ойынша ондайды айтуға барған әйел белді бір жолата бекем буған әйел. Құдай біледі, егер өз көзімен көрмесе, мұндайда әйел болады екен дегенге сене қоюы да екіталайды. Өзін бағы жанып, бақты еркектей сезінді. Құдайдың Гүлшараға тап келтіргеніне көңілі тасыды. Үйреншікті әнін қайтада ыңылдап айтып бастады. Базардан алып келген темір қақпанмен түлкі алады ебін тапқан. Әнеміне дегенше тағы бір ай өте шықты. Бежінен оқу бітірген халық емшісі бар екен. Соны тауып, Ақаш әйелін тағы емдетіп көрді. Жазылады, аға, жазам деді жас жігіт тексеріп көріп. Осыны естіп қуанғаннан қыздарында ес қалмады. Үйлеріне қашқан береке қайта кіріп келе жатқандай көрінді. Аяқасты ауыз түйіс болып, газеттің редакторы басқа қызметіне кетті де, орнына орынбасары отырды. Ал Ақаш орынбасарлыққа жоғарылады. Қызметке аса құмарлығы болмағанмен жеке жеңіл мәшине мінгенді, іші онша жек көрмеді. Алғаш мәшинемен келгенін білгенде Гүлшарада зәре қалмады. Ағатай оныңызде, екінші өйтпеңізші, алыстан түсіп, жаяу келіңіз, деді.